Дженк есікті тарсылдатып ұра бастайды. Ол бірден жаман ойлап қалады. Қадыр мен Азраның ортасында бір нәрсе бар деп. Есікті Азра ашады. Азраны қатты қызғанып кеткен Дженк Қадырды ұра бастайды. Азра қанша жерден тоқта десе де оған қарамайды. Қадырды жұлқылап жатқан кезде оның қалтасынан Азраның алқасы түсіп қалады. Дженк одан сайын жынданып, мына алқа мынада не істеп жүр деп әйтеуір Азра екеуін айырады. Негізінде Қадыр Азраға сұмруға қарсы айғақ бар деп айтуға және оны көрсетуге келген еді. Дженктің оған бас салып ұрғаннан кейін мен сендерге көмектеспеймін, ешқандай айғақты да бермеймін деп ол жерден кетіп қалады. Азра Дженкке сен мәртті құтқарам деген соңғы үмітімді жойдың деп оған ұрсады. Сөйтіп Дженк кетіп қалады. Қадыр Дженктен таяқ жегеннен кейін оған ренжіп Фатимаға барған кезде жазып алған видеоны өшіріп тастайды. Қадыр өз-өзіне келгеннен кейін ашу үстінде әлгі видеоны өшіріп тастағаны үшін өкінеді. Бірақ қанша видеоны қайтаруға тырысқанымен видео телефонынан өшіп кеткен еді. Сұмру Мәртті интернаттан шығарып алады. Мәрттің жағдайы жақсы, ол қазір үйде. Сераптың да көңіл күйі жақсы, өйткені Азра бөлек үй жалдап шығып кетті, өзі жұмысқа шығып жүр. Сөйтіп балаларының кішкентай кезінде жақсы сүйіп жейтін бәліштерін пісіріп береді. Алдын Қадыр сол Фатима туралы видеоны Жансуға жіберген еді. Сөйтіп Жансудан видеоны алмақшы болып оған қоңырау шалғанда Жансу телефон тұтқасын көтермей қояды. Сұмру Азраның үйіне келеді. Сөйтіп, сен білесің ба, Дженк кеше не істегенін дейді. Азра білмеймін дейді. Дженк Мәрттің оқуына барып, ол жерде айқай шу шығарып кетіпті дейді. Сол кезде есіктің қоңырауы шалынады. Азра есікті ашса, Дженк келіп тұр екен. Азра Дженкке үйде Сұмру бар деп айта алмайды. Және Дженкке не үшін келдің деп сұрағанда, Дженк Азрадан кешірім сұрауға келген екен, өйткені кеше Азраның жанында Қадырды көргендіктен қатты ашуланып, Азраны қызғанғанын айтады. Азра Қадыр маған көмектесуге келген еді, енді ол да ренжіп қазір телефондарыма жауап бермейді дейді. Сөйтіп Дженкке өтінемін, менің өмірімнен кетші, екеуміз бірге бола алмаймыз дейді. Сұмру жоғарыда екеуінің әңгімелерін естіп отырады. Дженк қалтасынан алқаны шығарып Азраға береді. Егер бір күні сенің мойныңда осы алқаның тағып жүргеніңді көрсем, онда біздің үмітіміз бар деп ойлаймын дейді. Дженк кетіп қалады, ал Азра Дженктің соңынан жылап қарап тұрады. Сұмру екеуіңнің түбегейлі айырылысып кеткендеріңе енді көзім жетті. Енді Мәртті кез келген уақытта көре берсең болады. Бүгін мектептен осы сенің үйіңе әкеліп тастасын, және 2-3 күн қонсын жаныңда дейді. Мелиса Қадырды іздеп келеді. Оның түрін көріп шошып кетеді. Кім ұрды дегенге Қадыр да айтпайды. Сол жерге Дженк келген кезде Мелиса тығылып қалады. Дженк кеше сен Азраға бір дәлел бар депсің, сол қандай дәлел дейді. Қадыр болса кешегі болған жағдайдан кейін ол дәлелді өшіріп тастадым дейді. Сөйтіп Мелиса Қадырды Дженктің ұрғанын біледі. Мелиса, ағам екеуің ұрсып қалыпсыңдар ғой, болашақта егер сені ағамен таныстыратын болсам қалай болар екен деген кезде Қадыр, сен ол жағын ойлама, мен бір жолын табамын дейді. Азра жұмыста Минеге кешегі оқиға туралы айтып береді, ал сол жерге Серап келіп Азраға, сен жұмысқа кез келген уақытта келуіңді доғар, және қайта-қайта сұрана берме дейді. Жансу Қадырға келіп өткенде жіберген видеосын сұрайды, ал Жансу ол видеоны баяғыдағы өшіріп тастағанын айтады. Қадыр ол видеоны алып Азраға көмектесу үшін қолданайын деген еді. Хуля күйеуіне осы Сұмру акцияны қай ақшасына сатып алды екен, әлде оған Азми көмектесті ме екен деп сұрайды. Сұмру кафедегі өзінің жарты үлесін Жансудың атына аударып береді. Енді Жансу Хуля екеуі серіктес. Қадыр Азраға келіп, Сұмруға қарсы дәлел видеом бар еді, оны өшіріп тастадым. Онда Фатима Сұмруды танитынын айтқан еді дейді. Азра Қадырға ренжиді. Қадыр, сен адвокат емессің ба? Адамдар саған сеніп көмектеседі ғой деп жүргенде сенің бұл істегенің не? Бұлай жалғаса беретін болсаң, онда бұл іспен айналыспа дейді. Фарида ханым жұмысқа келіп өзінің келініне, сен Челендер әулетінің бетке ұстар келінісің деп оған визитный карточка жасап әкеп береді. Серап өте қуанып қалады. Азраға да келіп оның жағдайын сұрап кетеді. Джейда мен Азра да жұмысқа келеді.
Серап: Арда, сенің бұл жерде не жұмысың бар деген кезде Арда: мен де бұл жерде дегустатор болып жұмыс істеймін дейді. Азра: Мәртті күтіп алу керек, жұмыстан қалай сұранамын, Сумрумен де сөйлесуім керек дейді. Сол кезде Арда келіп, Арда Мәртті күтіп алатын болады. Ал егер де бізді Серап сұраса, онда базарға анау-мынау алуға жібердім деп айтыңыз дейді. Азра компанияға Сумрумен кездесуге келеді. Сумруға: сен Фатиманы таниды екенсің, маған өтірік айтыпсың дейді. Қадыр: адвокатым ауруханаға барып, Фатима есін жиған кезде видеоға түсіріп алыпты. Ол жерде Фатима сені танитынын айтқан екен дейді. Сумру бұл сөздерді естіп қорқып кетеді. Ал Дженк екеулерінің әңгімесін есіктің сыртында тыңдап тұрған еді. Сумру: мен Фатимамен таныс емеспін, ол сендерге өтірік айтқан деп бәрін жоққа шығарады. Сөйтіп, ол жерге Дженк келеді де Азраны алып кетеді. Сумру: егер Фатима есін жияр болып шындықты айтатын болса, онда мен құримын дейді. Азра Дженкке: сол түні Қадырды ұрмағанда ол видеоны өшірмегенде, қазір ол видеоны полицияға тапсырып, Мәртті баяғыда өзіме алып кетер едім дейді. Сен бәрін бүлдірдің дейді. Азми Сумруға: қорықпа дейді. Егер Азраның қолында дәлел болса, ол баяғыда полицияға тапсырар еді ғой дейді. Олар әдейі сенен шындықты солай білгісі кеп тұр дейді. Серап келіп, Азра қайда деп сұраған кезде бас аспазшы: мен оны кокос суын алуға жібердім, Арданы да көмектессін деп екеуін бірге жібердім дейді. Қадыр Фарида ханымға келіп, Мәрттіге байланысты істен бас тартамын, ешқандай көмегім болмады дейді. Кеше кешкісін Азраның үйіне бардым, қолымда бір дәлел бар еді. Оны Азраға көрсетейін деп жатқан кезде Дженк келді де мені ұрып тастады дейді. Ал мен ызаланып, ол дәлелді өшіріп тастадым. Дженк мені дұрыс түсінген жоқ, ол бір түрлі қызғанғандай болды Азраны менен дейді. Сол кезде Дженк келіп қалып, Фарида ханым Дженктен: неге олай жасадың деп сұрайды. Дженк әжесіне не айтарын білмейді. Азра қыз бала, ал мен Қадырды дұрыс түсінбей қалдым. Азраға тиісуге келген екен деп ойлап, сондықтан Қадырды ұрып тастадым дейді. Азра ауруханаға келіп, Фатиманың жағдайын сұрайды. Дәрігер: ешқандай өзгеріс жоқ, сол бойы әлі есін жимады дейді. Фарида ханым ойланып отырады. Алдында ол үйінде жұмыс істеп жүрген кезде Хусния әжейдің қызы Мелек келіп, оған бір хат берген еді. Хусния әжей хатты немересіне жаздырған екен. Ол жерде Азра мен Дженк екеуі бір-бірін жақсы көретін сияқты деп Азра мен Дженк туралы жазып кеткен екен. Яғни Азра мен Дженк ортасындағы сезімді Фарида ханым бұрыннан білген екен, бірақ ешкімге айтпапты. Мәрт оқудан шыққаннан кейін Азраға келеді. Азра бөлмелерді көрсетеді. Азра мен Мәрт қуанады, өйткені енді екеулерінің үйлері бар. Сумру Жансуға деп неше түрлі тамақ пісіргенімен, Жансу: әкеммен кездесуге кетіп бара жатырмын дейді. Сумру: қайдағы әке, ол сені алдап жүр, екеумізді алшақтатқысы келеді, өтінемін деп оны құшақтаған кезде Жансу Сумруды тыңдамай кетіп қалады. Сумру қызынан алшақтап бара жатқанын түсінген еді. Мәртті көруге Азраның үйіне Фарида ханым мен Мелис келеді. Барлығы күшті көңіл күйде отырған кезде Фарида ханым есінен танып құлап қалады. Мелис: ағама қоңырау шалайын деп кеткен кезде Фарида ханым: ешкімге айтпаңдар, менің ауруым қайта оралыпты, осындай дәрі ішіп қана жүре беремін деп Азраға айтады. Бурхан Жансуды кешкі тамаққа шақырады және қызынан кешірім сұрап, әзірге осы, келесі жолы дұрыстау жерге апарармын дейді. Сөйтіп Жансу: келесі жолы мен сізді апарайын дейді. Кәне суретке түсірейік деген кезде Жансу: әке жақындасай деп айтып қалады. Бурхан қызының әке деген сөздеріне көзіне жас алады. Сумру үйіне Азмиді шақырып алады және қызының әкесіне кетіп қалғанын айтқан кезде Азми: сен де оны түсінуге тырыс, ол әкесімен болғысы келеді дейді. Сол кезде Сумру: бұның бәріне Дженкпен және отбасы Бурхан кінәлі, мен олардың түбіне жетемін, қызымнан мені айырғандары үшін оларға көрсетемін дейді. Азми Сумрудан қорқа бастайды, өйткені Сумру көрсе құмар және қолындағы бар заттан қадірін білмейтін және елдің бәрін кінәлай беретін адам еді. Сумру бір журналға сұхбат беріпті. Онда Челен компаниясының акциясын сатып ала отырып, оларды қиын күндерде тығырықтан қалай шығарғаны туралы жазған екен. Сумрудың бұл іс-әрекеті Фарида ханымға да Дженкке де ұнамайды. Фарида ханым Сумруға: біздің акцияларды кім сатып әперді екен және оған кім көмектесті, соны анықтаймыз дейді.
Компанияда акционерлер жиналысы болады. Фарида ханым Сумруға іс-әрекетінің құптамайтынын және бір нәрсе жасар алдын бәрімізбен кеңесуің керек дейді. Сумру ақталады. Мен тек бұл жерде компанияны жарнамаладым ғой, бұл жақсы емес па дейді. Компанияны мақтап, оған бір жарнама жасап бердім деген кезде Фарида ханым, бұл компания ешқандай жарнаманы қажет етпейді. Енді біздің рұқсатымсыз бір нәрсе жасайтын болсаңыз, онда біз сізді жазалаймыз дейді. Сумру, мен бұл компанияның акциясын сатып алдым ғой, мен еш нәрсе жасай алмаймын ба дейді. Дженк, әрине сатып алдыңыз, болды, басқа сізден еш нәрсе де қажет емес, енді өз басыңызбен ештеңе жасаушы болмаңыз дейді. Серап Сумруға, менімен келіспей неге өз бетіңше әрекет етесің, біз басында бұлай келіспеген едік дейді. Яғни сол 30% акцияны Сумруға сатып алып берген Серап болып шығады. Серап Дженк және Фарида ханымға білдіртпей компанияның 30% акциясын алып, Сумруға 3 айға қолдануға берген екен. Бүгін Сераптың туылған күні болғандықтан Фарида ханым, аналарыңа арнап дастархан жасайық, Азраға мен торт пісіртіп жатырмын дейді. Азра, пісірген торт дайын болған шығар, сен барып әкел деп әдейі Дженкті жібереді. Ауруханада жатқан Фатима есін жияды. Сумру ауруханаға Фатиманы көруге келгенде ол жақта полиция жүргенін көріп кетіп қалады. Ауруханаға Фатиманы көруге Мәрт келеді, бірақ олар Фатиманы таппайды, өйткені Фатима ауруханадан қашып кеткен екен. Жансу өзінің пайын, яғни кафедегі үлесін әкесінің атына аударып беріпті. Хулия бұны естіп жақтырмайды, анаң біледі ма дейді. Жансу болса жоқ, Сумрудың бұдан хабары жоқ дейді. Серап үйге келіп өзіне жасалған дастарханды көріп қуанып кетеді және барлығы Серапты туған күнімен құттықтайды. Азра Мәртті ұйқыға жатқызып, өзі терезелерден қарап біртүрлі уайымдап жүреді. Өйткені бүгін Фатима ауруханадан қашып кеткен еді. Азра, Фатима Мәртті тағы да ұрлап кетсе қайтемін деп уайымдап жүреді. Сол түні Фатима Мәртті көру үшін Азраның үйіне келеді. Азраның қайда тұратынын оған кім айтты екен? Бұл келесі бөлімде білеміз.